Кешкі асқа кеспе сорпа дайындаймыз. Сорпасы үшін етті, пиязды, сәбізді, болгар бұршын, картоп пен қызанақты майдалап турап аламыз. Қамырына ұнға 1 жұмыртқа, тұз, су қосып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қызып тұрған майға етімізді қызарғанша, артынан пияз сарғайғанша қуырып алып, томат тұзын қосып, сосын сәбіз, бұрышты қосып жақсылап қуырамыз. Соңынан картопты салып, суын құямыз. Газды жай отқа қойып, қақпағын жартылай жауып қоямыз. Ұнды аздау қосып, қамырды жаямыз. Ұн көп қосса, сорпа тынық болмай қалады. Қамырды осылай кесіп, жұқалап кеспелерді кесіп аламыз. 1 сағаттай қайнап тұрған сорпаға кеспелерді саламыз. Орташа отта тағы 5-10 минут қайнатамыз. Тамағымыз дайын.